Ассалаумалейкум қазақ елі, бұл Дубаев Ринат, жобалаушы, архитектор, дизайнер. Осындай дүниеге пайдалы қызықты менің видеоларымды жібермеу үшін видеоның астындағы қызыл подписаться дейтін батырманы басып, каналға тіркеліңіздер. Өткен туризм және архитектура деген видеомда көрген кейбір адамдардың айтуы бойынша видеом ұзағырақ болып кетті. Сол себепті бұл видеоны мен екі бөлімге бөлемін. Себебі бұл тақырыпта да айтатын нәрселер өте көп. Сіздер осындай металдан жасалған неше түрлі әдемі ғимараттар, бәйтерек, хан шатыр, мега, паромдық дөңгелек, яғни орысша айтқанда колесо обозрения, және тағы да басқа металдан жасалған неше түрлі ғимараттар, сауда орталықтары, ойын-сауық кешендерін көріп жүрсіздер. Бұл тек Қазақстандағы ғимараттар, ал шетелде бұдан да асып түсетін неше түрлі металдан салынған құрылыстар бар. Осы құрылыстар қалай аталады, және оны кімдер жасайды, және бұндай металдан жасалған әртүрлі ауыр бөлшектерді қай жерде дайындайды деп ойлаған шығарсыздар. Егер сол сұрақтың жауабын таба алмасаңыздар, бүгін мен сіздерге сол сұрақтарыңызға жауап беремін. Бұндай құрылысты металл құрастыру дейді. Орысша металл конструкция. Ал бұндай құрылыс жасайтын адамдарды металл құрастырушылар дейді. Енді металл құрастырудың қысқаша ғана тарихына тоқталайық. Батыс елдерінде металлды құрылыста ерте кезден бастап негізі қолдана бастады. Орта ғасырларда негізінен тастан жасалған ғимараттарды нығайту үшін металлдан жасалған бекіту құралдары, қоршаулар, қақпалар сияқты бірең саран ғана бөлшектер жасалып қолданып жүрді. Бірақ ірі құрылыстар болған жоқ. 18 ғасырдың екінші жартысында шойын балқыту және оны өнеркәсіпте қолдану Еуропа елдерінде көпір құрылысының дамуына күшті бір серпін берді. Сонымен 1779 жылы Ұлыбританияда Северн өзенінің бойымен 36 метрлік шойын көпір салынды. Металл көпірдің жобасын сызған, көпірді салған ағылшын архитекторы Томас Фарнелс Притчард. Көпір 1779 жылы жазында салынды және 1781 жылы, яғни 2 жылдан кейін пайдалануға берілді. Яғни біздің қазақтың ханы әйгілі Абылай хан қайтыс болған жылы бұл көпір пайдалануға берілген екен. Кейін осы металдан тек қана көпір салу қарқын алды. Ал содан 100 жылдан соң осы металдан басқа да ірі ғимарат салуды 1889 жылы алғаш іске асырған атақты француз инженері, металл құрастыру жобалаушысы Александр Густав Эйфель. Ол Францияда өтетін бүкіл әлемдік жәрмеңкеге өзінің металдан жасалған ең ауқымды жобасы биіктігі 300 метр құрайтын әйгілі Эйфель мұнарасын салды. Осыдан кейін металл құрастыру кең етек жайып, металдан неше түрлі күрделі құрылыстар, алып ғимараттар салына бастады. Міне осы металл құрастырудың қысқаша тарихы. Сонымен металл құрастырудың мынадай мен білетін 10 артықшылығы бар. Бірінші артықшылығы ол беріктігі. Цементпен, яғни бетонмен немесе ағашпен салыстырғанда құрылысқа қолданатын металлдың беріктік көрсеткіштері жоғары. Яғни ағаштан, тастан, бетоннан салынған ғимараттарға қарағанда металлдан жасалған ғимараттар мықтырақ. Екінші артықшылығы металл құрастыру ол жеңіл. Металл құрастыру темір, бетон және ағаштан жасалған құрылымдарға қарағанда ең жеңіл болып табылады. Олар темір бетоннан 4 есе жеңіл және ағаштан да жеңіл болып келеді. Сіздер осы жерде түсінбей отырған шығарсыздар, қалайша металл ағаштан жеңіл болады. Мен сіздерге оны қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Егер де мысалы осындай металл профильді ағаштан жасайтын болса, оны сіздер бір түйіп сындырып тастайсыздар. Ал ағашты берік қылу үшін, мықты қылу үшін не істеу керек? Оны қалыңдату керек, жуандату керек. Сол металл профильдің беріктігінің деңгейіне ағаштың беріктігін жеткізу үшін біздер оны жуандатамыз, қалыңдатамыз. Сол кезде ол металлдай берік болады, бірақ сол кезде ол жуандап металлдан салмағы артық болып кетеді. Міне осы металл ағаштан жеңіл деген.
Үшінші артықшылығы ол жұмысшы күшін аз талап етеді. Егер дәл екі бірдей ғимараттың біреуін бетоннан, кірпіштен, ал екінші дәл сондай ғимаратты металдан құрастырса, металдан жасалған ғимаратқа жұмысшы күші шамамен 2 еседей аз жұмсалады. Төртінші артықшылығы күрделі құрылыстарды жасау. Жаңа видеоның басында айтып өткендей, бәйтерек, хан шатыр, паромдық дөңгелектер, стадиондар, аттракциондар, аквапарк барлығы осындай металл құрастырудың, яғни металл конструкцияның арқасында жасалады. Егер осы металл құрастыру саласы болмағанда, ондай ғажайып құрылыстар болмас еді. Сонымен қазақ елі, металл құрастырудың 10 артықшылығы жайында видеомыздың бірінші бөлімі аяқталды. Қалған 6 артықшылық жайында келесі екінші бөлімде тамашалайсыздар. Сіздермен бірге болған Андыбаев Ринат. Келесі кездескенше аман болыңыздар.